Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге интернетте хит болып жүрген самса тюльпан рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай. Самса өте дәмді, жұп-жұмсақ, келген қонақтарыңызды таңғалдырады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жаза кетемін. Алдымен табамызға 500 грамм ұнымызды саламыз. Одан соң үстіне 180 грамм бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Шым-шым тұзымыз салып, қолдың көмегімен крошка жасаймыз. Содан соң үстіне 150 грамм қаймағымызды немесе майонез салуға болады. Бір жұмыртқамызды жарамыз. Содан соң қолдың көмегімен бір келкі массасы болғанға дейін қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болу қажет. Қамырымызды илеп болған соң холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Менде салмасына саңырауқұлақтар мен тауық етін қолдандым. Сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасай беруге болады. Осылай саңырауқұлақтарды кесіп аламыз. Содан соң орташа отта қызып тұрған табамызға салып қуырып аламыз. Саңырауқұлақтарымыз қуырылғанша осылай тауық етін майдалап турап аламыз. Тауық етін майдалап турап алған соң саңырауқұлақтарға қосамыз. Екеуін бірге араластырып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап қуырып аламыз. Қамырымызды холодильниктен шығарып, тең бөлек екіге бөліп, әр бөлікті осылай жұқалап илеп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті осылай шар тәріздес етіп илейміз. Содан соң жұқалап оқтаудың көмегімен илеп аламыз. Қамырымыз жұқа болу қажет. Содан соң бір шетін пышақтың көмегімен кесіп, бір жақ шетіне қыттай салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп жинап шығамыз. Астын жақсылап тұрып, түйіп шығамыз. Өйткені піскенде суы ағып, ашылып кетуі мүмкін. Міне осылай әдіспен қалған қамырларды да илеп шығамыз.
Самсаларымызды дайындап алған соң, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан соң үстіне кунжут немесе мак себеміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Отыз минут өтті, міне біздің самсаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше болып шығады және де өте дәмді, жұп-жұмсақ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.